Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлдана Кеңесқызы. Бүгін осындай табиғи үй жағдайында жасалатын, ең бастысы ешқандай зиянды қоспасы жасалған балмұздақ рецептімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, батырмаларды баса кетіңіз. Ол үшін бізге құлпынай және банан қажет болады. Бананымызды осылай ұсақтап турап аламыз. Туралған бананымызды ыдысқа орналастырамыз. Негізі осы жерде ескере кететін жайт, ыдысымызға пергамент қағазын немесе пакет салып орналастыру қажет екен. Өйткені қатырған кезде жабысып қалады екен жемістеріміз. Сол үшін ұмытпаңыздар. Құлпынайымды да екіге бөліп, осылай сыртынан пакет кигізіп, тоңазытқышта қатырып аламыз. Тоңазытқышқа 1-2 сағат қойсаңыздар жеткілікті, өйткені одан көп тұрып қалса, мұз болып қатып қалады екен, және блендерде езу қиынырақ болады. Сондықтан максимум 2 сағат жетеді. Мұны осылай қатырып алдық. Менде негізі кішкене көбірек тұрып қалды. Енді соны блендерімізге салып, жақсылап езіп алатын боламыз. Осылай ақырындап араластыра отырып езіп аламыз. Бір ашып, осылай жақсылап араластырып, тағы да жоғары жылдамдықта бір келкі масса болғанша жақсылап еземіз. Міне сонымен біздің балмұздағымыз дайын, осындай масса болып шығады. Ыдысымызға салып, үстіне әдемілік үшін мята, әртүрлі орехтар, жеміс-жидектер қойсаңыздар болады. Түсі осындай әдемі, дәмі деген енді сөз жоқ, керемет дәмді болып шығады. Балаларым таласа отырып, сүйсініп жейді. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.